Сәлем достар, сіздермен бірге әлем медицинасы. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Жаратушы разы болсын. Қасиетті Рамазан айы бірнеше сұрақтарға жауап беремін. Намаз оқымаған адамның ораза ұстауына болады ма? Ораза жеке дара құлшылық. Намаз оқымаған адамда ұстай алады. Ораза ұлы жаратқанға жақындауға бір қадам. Ұйықтап қалып сәресін өткізіп алған кісілер не істейді? Сәресін ішу парыз емес. Ұйықтап уақытын өткізіп алсаңыздар, ниет етіп ауыздарыңызды бекіте бересіздер. Бірақ сәресін өткізіп алмауға тырысыңыздар. Ішіп жеп қойған адамның оразасы бұзыла ма? Егер аңдаусызда ішіп жеп қойса, онда ораза бұзылмайды. Бірақ ауыз бекіткендері есіне түсіп кеткенде, міндетті түрде ішіп жеуді тоқтату керек. Аузын шайып, оразаларын жалғастырады. Ораза айында басында 3 күн, ортасында 3 күн, аяғында 3 күн ауыз бекіту дұрыс па? Бұлай бөле жара ұстауға болмайды. Қадір түнін таңға дейін ұйықтамай күту шарт па? Қадір түні ең қасиетті мүбәрак түн. Бұл түні жасалған ғибадат 83 жылдық сауапқа бар. Сондықтан бұл түні нәпіл намаз, Құран оқып, зікір айтып, салихалы істер жасап, ғибратты әңгімелер естіп, уағыздар тыңдап өткізген абзал. Түні бойы дастархан жайып, мешітте күткен шарт емес. Ауыз бекіткенде тіс пастасымен қолдануға болады ма? Түсті мүмкіндігінше сәресі уақыты шықпай жатып жуып алған абзал. Ауыз бекіткеннен кейін жуу керек болса, тамаққа кетпейтіндей мұқият жуу керек. Ауыз бекіту дұғалары мен ауыз ашу дұғаларын қазақша айтуға болады ма? Дұғаны арабша айту шарт емес. Өз тілдеріңізде айтуға болады. Ораза айында ине қабылдауға болады ма? Негізгі ауырған адам емделіп болған соң ораза ұстау керек. Ораза ұстамаған күндеріңізді қаза етіп ұстайсыздар. Аузы берік кісі сілекей немесе түкірігін жұтуға болады ма? Түкірігін жұтса ораза бұзылмайды. Рамазан айында төсек қатынасына түсуге болады ма? Ауыз бекітілген уақытта рұқсат жоқ. Ауыз ашқанда төсек қатынасына түсуге рұқсат. Ауызы берік адамға өзен көлге түсуге болады ма? Өзен суға түсуге ғұсылдануға болады. Ауыздан, мұрыннан су кетпеу керек. Ораза кезінде система салдыруға болады ма? Адамға қуат беретін, күш беретін система болмайды. Оразаны сағыз бұзады ма? Сағыз болмайды. Оразаны бұзады. Қазасын өтейтін боласыз. Оразаларыңыз қабыл болсын. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жаратушы разы болсын.